Сәлем достар, бүгінгі видеомда мен сіздермен құрғақ бетке арналған өте керемет маскамен бөліскім келіп отыр. Ол үшін бізге крахмал қажет болады. Бізге картоп крахмалы болмаса жүгері крахмалы болса да болады. Темір ыдысқа жүгері крахмалынан 1 шай қасығын қосып, оның үстіне су құйып, отқа қоямыз. Оттың астын жай басып, қою болғанша араластырамыз. Енді осы жүгері крахмалынан 1 шай қасығын бір ыдысқа салып, оның үстіне зәйтүн майынан 1 шай қасығын қосамыз. Және де жақсылап араластырамыз. Оның үстіне күріш ұнтағынан қосамыз. Күрішті мен кофемолкада ұнтақтап алдым. Осы 3 қоспаны жақсылап араластырамыз. Менің жүгері крахмалым кішкене қой болып қалған сияқты, отта көп ұстап қалдым. Сіздер олай көп ұстамаңыздар. Енді осы дайын болған маскамызды бетімізге жағамыз. Менікі кішкене қою болған соң осылай жағылып жатыр, бірақ ол ешқандай да мәселе емес. Жағылғанша бетке жағып, кішкене құрғанша бетімізде ұстайтын боламыз. Бұл масканың қасиеті өте көп достар. Маска кепкен соң бетімізді жуып, жақсылап осылай сүртіп аламыз. Маскадан кейін бетіңіз нәрленіп, бетіңіздің тері тесіктері тазарып, жұмсарып, өте керемет болғанын сезетін боласыз. Масканың бет терісіне ешқандай да зияны жоқ, сол үшін қорықпай жасай беріңіздер.